Қайырлы таң, құрметті ханымдар, таңның құдіреті марафонына қатысушылар. Бүгін бізде марафонның 8-ші күніне де келіп қалды. Алда әлі уақытымыз бар. Тапсырмаларды қалай орындап жатырсыздар? Кері байланыс беруге ұмытпаймыз. Қандай да болсын реакция білдіріңіздер, смайлик қалдырыңыздар. Яғни сіздердің мені тыңдап жатқандарыңызды телеграм каналда көріп жатқандарыңызды біліп отырайын. Үн-түнсіз жатпаңыздар. Күндіз уақытыңыз болмай, егер записьті көріп отырған болсаңыз, күндіз уақытыңыз болып қарап жүрсеңіз, таңертең тұра алмай жүрсеңіз, сол кезде де міндетті түрде қандай да бір реакция, кері байланыс қалдыруға ұмытпаңыздар, міндетті түрде. Ал бүгін біз бүгінгі сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз керемет бір менің жақсы көретін тақырыбымда әңгімелесеміз. Яғни бұл армандар тақырыбы кеше біз бастадық, сол армандар тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Әрекетке кірісеміз. Қалай әрекет жасау керек? Біз армандаймыз ғой, енді қиялдаймыз. Енді оны қалай әрекетке көшеміз, сол туралы айтылады. Ең алдымен біз өзіміздің техникаларымызды жасап алайық. Ең бірінші бұл біздің тыныс алу жаттығуларымыз. Қазір мен былай қойып алайын. Өзімізді тыныштыққа шақырып, денемізге таза оттегін енгізейік. Бұл біз үшін өте пайдалы. Дайын болсаңыздар, ал қыздар, күнделікті жасап жүрген қыздар, бүгін ешқандай жаңадан отырған қыздар жоқ. Сондықтан бірден кірісіп кетейік. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, енді 15-тегі жаңа кідіріс жасау керекпіз да. Әрі қарай кеттік, 16-шы рет кідіріс жасау. «20 секундтай өзім санадым. Керемет, менімен бірге жасағандарыңыз үшін рахмет. Жалпы бұл техниканы жасаған кезде мен үнемі айтамын, ешқандай шектеу жоқ. Сіздер техниканы осы біздің тікелей эфир біткеннен кейін де әрі қарай жатып та жасауға болады, отырып та осы техниканы жасай бересіздер. Тыныс алудың адам ағзасына ешқандай кері әсері болмайды, жақсы оң әсерінен басқа. Сондықтан кез келген жерде, далада жүрсіз бе, өзіңізді жақсы сезінгіңіз келсе, жасай беріңіздер. Әрі қарай келесі біздің техникамыз ояну техникасы. Бүгін кеше біз жасамадық, бүгін жасайық, уақытымыз бар. Дайын болсаңыздар, суларыңызды ішіп алыңыздар.
Ояну техникасын біз не үшін жасаймыз деген сұраққа мен алдыңғы эфирларда жауап берген болатынмын. Яғни біз өзімізге барлық ұйықтап жатқан ағзаларымызды оятып, әрі қарай энергия алу үшін, энергиямызды көтеру үшін жасаймыз. Өзімізге таңғы ритуалдарды жасауға осылай өзімізге өзіміз күш береміз. Ал дайын болсаңыздар кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Керемет, деп бірінші рет өте оңай, жеңіл жасалады. Біздің ағзамыз үйреніп қалды, енді күнделікті жасағасын. Сондықтан иықтарымыз қатты ауырмайды. Бұрынғыға қарағанда басында істегенде иықтарым барлығы ауыратын. Екінші мәрте кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50. Терең бір тыныс алып қойыңыздар. Енді соңғы бір мәрте. Дайынсыздар ма? Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Біздің қолымыздан келеді екен, е. Жалпы мен өзім қатты терлемеймін. Тері ағы маңдайымнан. Мен ең бірінші мұрнымның үсті терлеп кеттім. Бүкіл денемнен ұйықтап жатқан жерлерім оянды. Қалайсыздар? Суларыңызды ішіп алыңыздар. Әрі қарай қалам мен блокнотымызды алайық. Бүгінгі күнге өзіміздің 3 арманымызды жазамыз. Осы уақытта бастаған 3 армандарыңызды жалғастыра беріңіздер. Яғни біз осы марафон барысында әрі қарай 14 күннен кейін бітеді ғой алғашқысы. 15 күннен кейін, содан кейін тағы да 15 күн. Яғни 3 арманды мен айттым 30 күн жазыңыздар деп. 30 күн бойы сол арманыңызды жазасыз. 3 арманыңызды. Келесі 30 күнде, келесі айға жаңа айтуған кезде тағы да 3 арманыңызды қайта бастайсыз. Сөйтіп біз бір арманмен ғана жұмыс жасамаймыз. Бұл техниканың өте бір пайдалы жері. Біз тек қана 1-2 арманымызбен ғана жұмыс жасамаймыз. Яғни біз бір арманымызбен 30 күн бойы табанды түрде жұмыс жасаймыз да, әрі қарай келесі 3 арманымызға көшеміз. Сол 3 арманмен жұмыс жасаймыз. Әрі қарай тағы да келесі айда тағы 3 арманмен жұмыс жасаймыз. Яғни бұл бір арманды біз мына миымызға кәдімгідей құйып, миымызға көрсетіп, міне осы мынау менің арманым деп, миымызды сендіру бізде. 3 армандарыңызды жазып алыңыздар. Әрі қарай біз енді күнді жоспарлаймыз. Бүгінгі күніміз аптаның 2-ші күні. Бізде сіздер кешегі күнгі қойған міндеттеріңізді белгілеп алыңыздар. Бірінші отметка қойып, не жасалды, не жасалмады, өздеріңізге анализ беріп отыруға ұмытпаңыздар. Бұл анализ беру өте қажет, өйткені сіздің өзіңіздің қандай мүмкіндіктеріңіз бар екенін көріп отырасыз.
нені жасай аласыз, нені жасай алмайсыз. Сондықтан кешегі күнге анализ міндетті түрде жасайсыздар. Жасалмай қалса, не себепті жасалмай қалды? Соны ойластырасыз. Не себепті жасай алмай қалды? Үлгермей қалдыңыз ба? Немесе мысалға сонда бір желанияңыз болмай қалды ма соны жасауға деген? Соның себептерін анықтайсыз. Өзіңіз жаздыңыз, не үшін оған үлгермей қалдыңыз. Содан кейін бүгінгі күнге жоспар құрамыз. 4-5 пункт басты жоспарларды жазып шығыңыздар. Оның ішінде міндетті түрде өздеріңізді дамытуға қатысты бір оқимын деген кітаптарыңызды, немесе мен берген аудио кітаптарды, фильмдарды қараймын десеңіз, соларды да жазып қойыңыздар. Одан әрі кеттік. Біз енді одан әрі өзіміздің кешегі күнгі жетістіктерімізге тоқталамыз. Кешегі күні біз қандай жетістіктерге жеттік? Нені жасау біздің қолымыздан келді? Сол туралы өзіңізге түртіп алыңыз, міндетті түрде. Өзіңізге, миыңызға көрсетіңіз. Мен міне мынаны жасай алдым. Мынаны жасай алдым деп, не жасай алдыңыз, соларды көрсетіп шығыңыз. Яғни жазып алыңыз. 2-3 болсын мүмкін. Жалпы күнделікті 10 жетістік жазу керек дейді бұл техника бойынша. Бірақ мен 3-4 жетістікті жазсақ та жеткілікті ме деп ойлаймын кейде өзім. Егер 10-ға жеткізіп жатсаңдар, ол өте керемет сіздер үшін. Яғни сіз өзіңізді ерекше бір зерттеп, өзіңізді анықтап жатырсыз деген сөз. 10 жетістігіңізді тауып алып жатсаңыз. Жазып шықтыңыздар деп ойлаймын. Егер записьті көріп отырған болсаңыз, сіз де міндетті түрде қолыңызға қалам, дәптер алып, өзіңіздің жетістіктеріңізді жазып алыңыз. Тек қана видеоны қарап тыңдап шықпай, өзіңізді бір әрекетке шақырып, өзіңіз үшін әрекет етіңіз, өзіңізді зерттеңіз. Сізден басқа ешкім зерттей алмайды, сіздің қандай екеніңізді. Өзіңіз ғана зерттеп, өзіңіз ғана өзіңізді өзгерте аласыз. Ал мен тек қана сол өзгеріске, сіздің бойыңыздағы өзгеріске өзгеріске қарай итермелеуші адаммын, бағыт беруші, бастапқы бетте. Әрі қарай алып кету, әрине ол сіздің қолыңызда. Біз бүгін визуализация тақырыбына тоқталмас бұрын, сіздерге фрирайтинг техникасы бойынша ақпарат бергім келіп тұр. Фрирайтинг техникасы біздің трекерде жазылған. Оны қалай жазу керек, не істеу керек, ол не үшін керек деген сияқты сұрақтарға тоқталып өтейін. Фрирайтинг техникасы негізі еркін жазу, ойды еркін қағазға немесе компьютерға, экранға түсіру. Ойды біздің көбінесе біз егер компьютерға еркін жаза алатын болсаңыздар, компьютерға жазыңыздар, ал егер ондай мүмкіндік болмаса, әрине біз үшін қаламмен қағазға жазған өте ыңғайлы. Яғни ойымызды еркін, ешқандай кедергісіз, мына ой дұрыс-ау, мына ой бұрыс-ау деген сияқты, ешқандай ойсыз, артық ойсыз жазу керекпіз. Фрирайтинг техникасы бойынша. Бұл техникада негізі уақытқа шектеу қоймаған дұрыс. Яғни сіз неше минут жазғыңыз келеді, мүмкін 5 минут отыра аласыз ба, мүмкін 10 минут, 15 минут отыра аласыз ба. Бұл өзіңізге байланысты. Жалпы, егер фрирайтинг техникасы бойынша жазу кезінде осы таймер қойып қойған дұрыс деп айтады көбі, өйткені сіз біліп отырасыз да, қай уақытта сізге тоқтау керек екен. Яғни жазған кезде біз былай ойланып, асықпай жазбаймыз ол жерде. Ол жерде біз қолымыз қағаздан алмау керекпіз. Яғни қандай ой келіп жатыр біздің, еркін жазу деген сол ғой. Қандай ой біздің ойымызға келіп жатыр, соны қағаздың бетіне жаза беру керекпіз.
яғни ол жерде ешқандай мынандай алдын ала дайындалып, бүгін мен мына фрирайтинг техникасын жасаған кезде осындай ойларды жазамын деп алдын ала дайындалудың еш қажеті жоқ. Ол біздің мысалға ойларымыз өте көп қой, күнделікті біз бір нәрсені істеп отырып та көп ойларды ойлап отыра аламыз. Жоқ нәрселерді ан жақты, мына жақты барлығын, иә. Сондықтан осы біздің артық ойлардан арылуға көмектеседі бұл техника. Сондықтан еркін жату техникасы деп айттым. Иә, уақытын 5-15 минут аралығында таймер қойып қойсаңыздар болады. Сол уақыт аралығында асықпай отырып жазасыз. Содан кейін жатып жатқан кезде мысалға қателер кетіп қалады ғой, кейде грамматикалық қателер болуы мүмкін, иә. Сондай ешқандай қателікке тоқталмайсыз. Ол маңызды емес. Ең бастысы мына сіздің миыңыздағы барлық артық ақпараттар, ойларыңыз сіздің қағазға түсу керек сол кезде. Әрі қарай келесі ережесі тоқтамаймыз, тоқтамай жазамыз. 15 минут деді ме, тоқтамаймыз. Яғни мен өзім жай ойлап қалам кейде, мысалға мен өзім жазып жатқанда осы техниканы тоқтап, былай ойланып қалған сияқты әсерде боласың да. Сол кезде мына қағаз қаламымыз біздің тоқтамай шимайлай беру керек та. Ойлар ақырын келе береді ғой. Біз қаламмен тоқтамай шимайлай беру керекпіз. Яғни тоқтамау ол өте маңызды. Өйткені біз тоқтап қалған кезде уже біз логиканы қосамыз ол жерге, мынау дұрыс, мынау бұрыс деген сөздер, ойлар пайда болады бізде. Сондықтан оны тоқтамай жазған ерекше маңызды. Әрі қарай еркіндік, яғни еркіндік бұл ойыңыздың ішіндегі барлығын жазасыз. Қазір мысалға мынау бір нәрсе туралы ойлап жатсыз ба, соны жаза бересіз. Одан кейін әрі қарай басқа бір нәрсені ойлап кеттіңіз ба, оны да жаза бересіз. Яғни белгілі бір мақсатта мынандай бір тақырыпта ғана ойлаймын, мына бір тақырыпта ғана, мына бір ойды ғана жазамын деген ондай жоқ. Не ойыңызға келді, соның барлығын жаза бересіз. Бұның бір пайдасы фрирайтинг техникасын сіздің мына шығармашылық қабілеттеріңізді дамытады. Яғни кез келген адамның оның шығармашылық қабілеті бар. Кез келген адамда. Сол шығармашылық қабілеттер ол тек қана мысалы сурет салу, тек қана ән айту емес. Біз бұрынғы кезде мен өзім осындай қабілеттерді ғана шығармашылық деп ойлайтынмын. Шын өзім сондай бір ойлар болатын бұрындары. Сурет салу білген адамдар ғана, ән айтатын адамдар ғана шығармашылықпен айналысатын шығар деп. Жоқ, кез келген адамдар ол шығармашылықпен айналысады. Мысалы, сіз дәмді тамақ пісірсеңіз де, иә, күнделікті өмірде бір жаңа бір рецептпен уже бастап дайындап бастасаңыз да, ол жерге сіз өзіңіздің энергияңызды бересіз, махаббатыңызды бересіз. Сол кезде бұл да шығармашылық. Сіздің сондай бір шығармашылық қасиеттеріңізді, қабілеттеріңізді шығарады осы техника арқылы. Әрі қарай ойды тазартасыз. Яғни сіздің ойларыңыз артық керек емес ау деген кейбір ойлардан тазарады. Оны сіз бірден байқамайсыз. Күнделікті жазып жүрсеңіз, тым болмаса 5 минут уақытыңызды бөліп, осы таңғы уақытта, адамдар ойлайды ғой, таңғы уақытта не істейді осылар ерте тұрып деп. Көп адамдар өзімнен айтады, түнде сіздерде не істейсің сен деп. Сол сияқты, міне осы уақытта 5 минут уақытыңызды осы фрирайтинг техникасына арнаңыз. Сол кезде сіз артық ойлардан арыласыз. Ойыңыз кәдімгідей тазарады. Сіз жақсы ойлауға біз үйренгіміз келеді ғой, әдемі ойлағымыз келеді, үнемі позитивті ойда болғымыз келеді, иә. Мынау ішімізде біздің негативті ойлар өте көп. Кез келген жағдайда ол ойлар бізде атып шығады да. И сол кезде біз оларды, ол жаман ойларды жақсы ойға айналдыра білу керекпіз. Сол кезде міне осы фрирайтинг техникасы сіздерге көмекке келеді. Содан кейін ішкі диалогты анықтауға көмектеседі екен. Яғни біздің жазып отырған кезде біз ішімізде диалог болады, иә. Біз үнемі диалог құрып жүреміз ғой өзімізбен бірге. Ойымызбен, ойша жүріп құрамыз диалогты. Сол ішкі диалогты сіздер анықтап үйренесіздер. Қалай болып жатыр ішкі диалогыңыз. Үнемі бір-біріне, мысалға, сыртқы әлем сізге басқа бірдеңе айтады, ішкі әлеміңіз сіздің қарсылық білдіре ме, немесе екеуі сәйкес келе ме, келмей ме. Ішкі әлем мен сыртқы әлем, мысалға, таңертең ерте тұрғыңыз келіп жүрді, иә. Бізде өте көп қыздар. Қазір біздің телеграм каналда 31 қыз отыр, 37-36 қыз, иә. Соның ішінен қазір тыңдап отырғандар бізде екі ханым ғана тыңдап отыр.
кім Гүлнұр ханым белгілі бір себеппен шыға алмай қалған шығар, ол кісі күнде қалмайтын. Сонда қараңыздар, осыншама адамдар бізге келеді, олар ерте тұрып үйренгілері келеді, бірақ кей кезде олар не істейді, таңғы ұйқыларын қимай қалады, немесе ерте жатпайды. Әдеттегі айтылғандай ерте жатпайды. Таңертең ерте тұру үшін, бұл ерте тұрудың үшін ең бірінші маңызды ерте жату. Ол жерде сол бір проблема шығады. Өйткені көп адамдар 1-ге дейін, 2-ге дейін жүреді да, сосын таңертең ерте тұра алмай қалады. Шын мәнінде өзім мысалға мен айтар едім, мен де бұрындар сондай қалыпта жүрдім ғой. Сол кезде мен де ойлайтым, мен таңертең 5-те тұра алмаймын, 5:30-да тұра алмаймын деп. Солай ойлаған кезде біз әрине тұра алмаймыз. Сондай ойлар біздің жаман ойлар, бізге үнемі кедергі жасайды. Мына біздің істейін деп жатқан әрекеттерімізге кедергі жасап тұрады. Біз тұра алмаймын деп уже ойлап қойдық қой. И сосын әрине біз тұра алмай қаламыз. Ал жалпы қазіргі уақытта мен қай күні будильнигімді сағат 5-тен 10 кеткенде мен сіздерге айттым, бір уақытқа қана қоймаңыздар деп. Мен 5-тен 10 кеткенде, 20 кеткенде 5:30-ға осылай қойып қойғам. И мен телефоным алыста тұрды да өзімнен. Үнемі стараюсь алыс қойып қоюға. Сол кезде мен оянып кеттім да, сосын будильник сағатым есіме түсті. Барсам, будильнигім шырылдап жатыр екен, бірақ дауысы өте ақырында қалып қойыпты. Обычно мен оның дауысын қосып қоятын будильниктің шығарып. Сонда мен өзім таң қалдым да сол кезде, менде уже автоматизация бар деген. Яғни мен уже 5-тен 15 кеткенде мен өзім автомат түрде, кәдімгі миым өзі сигнал беріп мені оятты. Егер сол кезде мен мысалы оянбасам, мен сіздерге таңға эфирға ұйықтап қалатын едім, Сол сияқты адам басында тұра алмай қалған кезде, 14 күн бойы менімен бірге тұрып үйреніп алған жағдайда, мысалға, жоқ мен қалмаймын осы қыздардан үйреніп алам деп, осылай тұрып кетсеңіз, содан кейін әрі қарай сізге тұру да оңай болар еді. Ондай олай техниканы міне Тоты ханым өзі постоянно осы менімен бірге жүріп үйреніп алды. Әйгерім ханым да сізді өткен марафонда үйреніп алдыңыз, Ол кезде сізге басында әрине қиын болды. Өйткені біздің жылы төсегіміз бізді ұйқыға тартып тұрады. Ерте жатқан кезде біз таңертең еркін жақсы тұра аламыз. Сол себепті өздеріңіздің мына ішкі диалогтарыңызды, Балерке ханым қосылыпты, ішкі диалогтарыңызды ретке келтіру керек. Міне, тұрам дедіңіз ба? Ішкі тұрам дедіңіз, сіздің организміңіз көнбей жатыр, сізге. Таңертең тұруға сіз тұра алмайсыз, өзіңіз итермелейсіз, бірақ тұра алмайсыз да, бәрібір сосын ұйықтап қаласыз. Яғни осы кезде біздің ішкі жан дүниемізді, және тәніміз екеуі бір-бірін тыңдап үйрену керек. Бір-біріне үйлесімді болу керек, сәйкестендіру. Сол кезде біз көп нәрсені түсінеміз. Көп нәрседен біз инсайт аламыз. Яғни біздің көп проблемаларымыз шешіледі. Инсайт деген не деп кей кезде бізде қыздар, түсінбей жатқан қыздар сұрайды. Инсайт деген, ол мысалға мен бір әңгіме айтып жатырмын, сізге бір техника беріп жатырмын, осы күшті көмектеседі солай деп. И сол кезде сіз инсайт алсаңыз, ол яғни сіздің өзіңіздің бір проблемаңызды сол техника арқылы шешуге сіз мүмкіндік көрдіңіз. Міне сол инсайт болады. Яғни сіз өзіңіздің проблемаңызды шешесіз. Мен айтқан бір ақпаратпен, мен мынаны осылай істесем, бұл жақсы болады екен деген сияқты өзіңізге бір ой қалады. Сол кезде бұл инсайт алу деп білдіреді. Жақсы, мен сіздерге фрирайтинг техникасын айтып өттім. Бұл техниканы өздеріңіз күнделікті қолданып жазыңыздар. Бізде әлі алда неше күніміз бар? 6 күніміз бар, Сондықтан осы 6 күн сіздер трекерге белгілеп қоюларыңызға болады. Одан әрі келесі марафон біткеннен кейін де осы трекерді шығарып алып, күнделікті өздеріңізге белгілеп жүруге әбден болады. Ол сіздерге енді көмекші құрал ретінде беріледі. Ұмытып қалмайын десеңіз, холодильникқа мысалға жапсырып қойыңызды, сол жерде істегендеріңізді барлығын белгілеп отырсаңыз болады. Не жасаушы едік, мынау марафонда не болып еді деп сіз қайтадан кіріп мысалға телеграмға қарап жатпай-ақ, сіз анау трекерді көрген кезде көзіңізге бәрі сразу ойыңызға сап ете түседі. Жалпы негізі мен айтып қояйын, бұл тегін эфир болғандықтан, бізде тегін марафон болғандықтан, марафон біткеннен кейін
бір 2-3 күннен кейін мен осы каналды жауып тастаймын. Сондықтан көрем деген фильмдерді көріп алыңыздар, оқим деген кітаптардың барлығын ссылкасын ашып өздеріңізге неге плейс дейсіз ме, ютубтың ішінде сақтап алыңыздар. Кейін мынаны көремін деп сохранить етіп қойыңыздар өздеріңізге, міндетті түрде. Әрі қарай кеттік. Бүгін енді армандар тақырыбын жалғастырамыз дедім. Кешегі Секрет фильмін көргендер болсаңыздар, Секрет фильмінде өте керемет техникалар айтылады. Бұл адамның біздің миымызбен қалай жұмыс істейтініміз, яғни ол жерде бір ерекше бір айтатыны, кез келген ойдың формасы болады деп айтады. Кез келген ойдың өзінің, яғни бір белгілі бір формасы болады. Қандай да бір, мысалға мына бокалдың өзінің формасы бар ғой, дәл сондай біздің миымыздағы ойларымыз, мысалға армандарымыз, біздің ойлап жүретін, олардың да формасы бар. Мысалға сіз үй армандайсыз ба, яғни үйдің көлемі бар, қандай да бір. Машина армандайсыз ба, оның да формасы бар. Сондықтан біздің армандаған заттарымыздың, кез келген армандаған затымыздың, оның қандай да бір формасы болады. Бірақ біз оны алдымен біздің қолымызға ол түсу үшін, сол формасымен ұстап көру үшін біз оны алдымен миымызда соны істеу керекпіз. Бұл яғни қазіргі уақытта визуализация дейді, яғни елестету. Жалпы елестету пайдалы ма, пайдасыз ба деп кей кезде біреулер айтып жатады, визуализация ол зиян деп. Оны сіз өзіңіз шешесіз. Жалпы мен визуализацияның зиянын көрген жоқпын. Егер сіз құр қиялдап, арманыңызда күнде визуализация жасап, сол визуализацияға қарап отыратын болсаңыз, әрине ол зиян. Сіз онда ешқандай әрекетке қоспасаңыз, қалай өзінен өзі бұлай әрекетке қоспаған кезде автоматом өзінен өзі орындалмайды. Сізге әрекетке қосқан кезде ғана ол сізге қарай жақындайды. Сіз жақындап атқанын сезесіз. Соның әрі қарай, сіз өйткені оған қарай келе жатсыз. Сол кезде қадамдар алға қарай баса береді, әрекет еткен кезде ғана. Ал жатып алып, тек қана қиялдап, армандап қана қою, бұл өте аз. Сондықтан міндетті түрде әрекетті қосамыз. Міне осы марафон барысында да айтайын дегенім, жаңағы марафон барысында да қаншама қыз-келіншектер отырмыз, бірақ мен мына әрекетті қосып жатырмын деп жазатындар аз. Өйткені көбі жасамайды. Мысалы, қатысқысы келеді, өзгергісі келеді. Шын мәнінде өзгеруге болады, қыздар. Мен өзімді қазір бір қызды қараймын Инстаграмда. Осыдан ол 2-3 жыл бұрын осылай бастаған екен, ерте тұрып. Сол кезде қазір енді оның масштабына қарап отырсақ, ол міне осы уақытта ол ерте тұрудан бастаған ғой өзі де. Ерте тұрып далада жүруде күнделікті. Сол кезде ол айтады, менің қазіргі ойым, мысалға, мен 5 миллионнан 10 миллион аралығында ақша тапқым келді дейді. Сол кездерде, сол кезге ол уже жетті, сол мақсатына. Өйткені ол осы істейтіндердің барлығын уақытында істеді, ерінген жоқ ештеңеге. Енді ол айтады, мен ол мақсатқа жеттім ғой, мен енді 500 миллион тапқым келеді дейді. Шын мәнінде осындай бір өзі жасы 25-те ғана, жап-жас қыз, сондай ойлап отырсаң, қарап отырсаңыздар, кез келген адам жасай алады екен. Соны істегенім, мысалға, мен сол қызды қарап отырғанда өзім кәдімгідей риза болам. Өйткені мен қыздарға солды үйретіп жатырмын. Ерте тұрайық деп, таңғы серуен жасайық, жаттығу жасайық, тыныс алу жаттығуын жасайық. Бұл барлығы бізге денсаулығымызға пайдалы деп. Мысалға, мен айтып жатырмын, 4-ші ай қатарынан мен қыздарға айтып келе жатырмын. Бірақ негізі статистика бойынша шын мәнде, егер мысалға 100 адам қатысатын болса, 100 адамның ішінде бір 8-9-ы ғана орындайды екен, өз статистика бойынша. Қазір міне бізде 31 адам отырсақ, оның яғни 10% ғана ғой, 3-4 адам ғана орындайды деген сөз. Негізі осы статистикаға үнемі сүйенемін. Мен қаншалықты адам келеді, мысалы, оның барлығы қатыспайтын, мен біліп тұрамын да, барлығы қатыспайтын. Бірақ шын мәнде мен оларға мүмкіндік бергім келеді. Осылай видеоларды мен сақтаймын деп осы жолы айттым ғой, яғни сақтап жүрмін YouTube каналымда. Яғни олар басқа уақытта да қарасын деген. Яғни басқа уақытта, мүмкін кешке жатарда қарай ма менің видеоларымды, ол адам өзі таңдау жасайды. Егер шын мәнінде өзгерем десе, менің марафонымнан кейін сол видеоларымды бәрін тыңдап, содан кейін де істеуге болады. Өздерін, ерік-жігерлерін қолдарына алып бітті.
мен жасаймын деген сияқты, иә. Яғни визуализация тақырыбына әрі қарай жалғастыратын болсақ, яғни біздің өзімізге байланысты барлығы. Сіздің мынау визуализация жасай алуыңыз, жасамауыңыз, оның барлығы өзіңізге байланысты. Ал мен былай өзім дәлелденген, өзім қолымнан істеп көрген, жасап көрген техникаларды сіздерге беріп жатырмын. Мен ешқандай жасамаған техникаларды сіздерге бермеймін, өйткені мен оның пайдалы ма, пайдасыз ба екенін мен білмеймін, иә. Сондықтан мен сіздерге тек қана өзім жасағандарды ғана беремін. Енді визуализация деген айттық, бұл елестету. Яғни біз ойымызда ең бірінші қалаған нәрсемізді, арманымызды ойымызда елестетеміз. Ойымызда елестету арқылы біз соны өзімізге тартамыз, иә, тартылыс күші бар екенін өздеріңіз білесіздер. Бұл энергиямен, иә, біздің энергиямызбен. Яғни біз әрекет етеміз ғой, таңға жүреміз, таңда немесе жаттығу жасаймыз, иә, қазір далаға шықпаған кезде. Йогамен айналысып көріңіздер деп айтып жатырмын. Осы нелер бойынша марафон барысында өзімді Алла жазса қолға аламын йоганы. Сондықтан ол біз энергиямыз біздің тартады. Біздің ойымызда бар. Бүкіл визуализация, арманымыз қалай болатыны, не істей, яғни нақтылық керек, иә, ол жерде сіз бір соңғы нәтижені аласыз ол жерде, ең соңғы нәтиже. Мысалға сіз мен өзім қазір мысалымды сіздерге айтып өтемін. Мысалға машина алғыңыз келіп жүрді, ең соңғы нәтижені аласыз. Сіз өзіңіз мысалға машинаның ішіне кіріп, мынау салонын алатын болсаңыз, былай анау нелерін сыпырып атады ғой қыздар, көрсетіп жатады ғой машиналардың ішіндегі бүкіл пленкаларын. Сол сәтті елестетсеңіз болады. Сол сәт прям сондай сыпырып атқаныңызды, сол кезде сіз қалай қуанып жатырсыз. Міне сол сәтті елестетіп, бір-ақ сәт. Бұл жерде міндетті түрде мысалға басынан аяғына елестету міндетті емес. Бір сәтті, сол бір машинаны, сіз өзіңіздің машинаңыз прям сезініп, былай сыпырып алып, пленкаларын алып тастап атқан кезіңізді, креслоларын ашып, барлығының сыртындағы пленкаларын алып тастап атқан кезіңізді елестетсеңіз, міне оның сізге пайдасы өте көп болады. Сіз оны өзіңізге қарай тартасыз. Сол бір сәтті тартасыз. Енді мен өзімнің мысалымды айтып өтейін сіздерге. Мен өткен марафон барысында айтқан болатынмын, иә. Біз общежитиеда тұрған кезімізде, ол өзіміздікі болды. Оған дейін біз көп жерде снимать етіп жүрдік. Қалада көп общежитияларда, квартираларда жүрдік. Онда тұрғандарды білесіздер сіздер, өйткені қалай квартира сатам десе, біз үнемі босату керек болатынбыз, иә, босатамыз, кетеміз. Сондықтан заттармен көшіп қонып жүру балалармен ыңғайсыз болды да, біз общежитие сатып алдық. Мен жолдасыма айттым, давай біз бірінші общежитие сатып алайық, өйткені біздің арманымызда 3 бөлмелі квартира, иә, 3 бөлмелі квартираға, яғни бізге алыстау әлі. Сол кезде біздің жалақымызда өте көп болған жоқ. Мен шынымды айтсам, өзім сол кезде өте бір минимальный жалақы алатынмын. Жолдасымда зарплатасы көп болған жоқ. Және екеуміздің 2 бала болғандықтан бізге ол кезде банкте қалай қанша бір 10-20% жинасаң да үйдің, ол кезде доход подтверждать ету керек болды. И доход подтверждать еткенде созаемщик керек, гарант керек, иә, өздеріңіз білесіздер, ондай жағдайларды мүмкін барлығыңыз ондайлармен кездескен шығарсыздар өмірлеріңізде. Сондықтан сол кездерде бізге оның ешқандай мүмкіндігі болған жоқ. Сондай бір гарант болатын да адамдар болған жоқ бізге. Сосын мен жолдасыма айттым, біз бірінші общежитие сатып алайық, сосын түбінде сол общежитияны сатып жібереміз да, сол үйге қосамыз деп. Негізі бұл план өте бір дұрыс болды. Себебі мен мысалға сол общежитияны арзанға алдым да, мен оны қымбатқа сатып жібердім бір 3-4 жылдың ішінде. Сондай бір планымыз болды, бірақ біз общежитияда 2 жылдай ғана тұрдық, өзіміз оған дейін жалға жіберіп тұрдық. Өзіміз квартирада тұрдық. Сондай бір адамдар болады ғой, біз сияқты. Өзіміз квартирада тұрамыз, сосын общежитиямызды жалға жібереміз. Яғни ол не, біздің миымыз қарсыласып жатыр ғой, общежитияда барғыңыз келмейге. Сол сияқты. Бірақ содан кейін балам 1 жасқа баратын болғасын, мектеп дәл қасында жақын сол общежитияға, и біз сол жерге көштік. Солай жүрген кезімізде мен осы секрет фильмде түрлі техникаларды жасадым ғой. Барлығын жасадым, визуализацияны сол кезде қолға алдым. Визуализация жасағанда мен үнемі осындай бір визуализация жасадым. Мен кухняда, асүйде, өзімнің, енді общежитияда білесіздер, барлығы бір жерде ғой. Кухняда, жадатын жерімізді, бүкіл. Сосын бір-ақ комната болды онда бізде. Сосын визуализация жасаған кезде үнемі
ас үйімде өзімнің жаңа кухнямда отырып, сол жерде отырып, туыстарға телефон қоңырау шалып, сүйінші сұрап жатқан сәтімді елестеттім. Үнемі сол сәт, бір сәтті ғана елестеттім. Кухнямда туыстарға хабарласып, сүйінші біз үй алдық деп хабарласып жатқан сәтімді елестеттім. Кәдімгі елестеткен кезде сіз оны қуанып, дәл сол кезде сізде қандай эмоция болуы мүмкін? Сол сәтпен елестету керек, сол эмоциямен. Яғни бізге сезім өте маңызды. Қыздар, сезіну өте маңызды. Просто былай миыңызда ойлап отырып, былай қана қойсаңыз, олар орындалуы мүмкін, бірақ олар ұзақ созылып кетеді уақыты. Сезінген кезде ең бастысы сезіну. Үнемі мен сіздерге айтамын, кез келген арманыңызды сезініп жазыңыз. Сезінген кезде ол сізге жақындай түседі. Солай мен ойлап жүрдім. Енді үй алу мәселесі, енді біз үй ақша жинап жүрдік. Солай істеп жүрдік та, енді үй аламыз деп отбасы банкі, сол кезде Жилстройбанк болды. Жилстройбанкке барып, мүмкіндіктерді қарастырып, сөйтіп қарап жүрген кезімізде біздің ақшамыз 3 бөлмелі квартираға жетпеді. 3 бөлмелі квартираға жетпей, біз қараған біздің суммамыз тек қана 2 бөлмеліге жететін болды. Мен бірақ өзімнің жоспарымда, мынау Секрет фильмі бойынша мен суретті салдым, суретін салып, квартираның бөлмелерін холодильникқа жапсырып қойған кездерімде болды. Көріп жүруге көзіме үнемі 3 бөлмелі болатын жоспарымда. Өйткені 2 ұлымның бөлмесі үнемі бөлек болса деп армандайтынмын. Менің өзімнің жататыным бөлек болса екен. Біз енді общежитияда тұрғанда постоянно диванды жазып, жинап, солай жүрдік қой. Мен сонда ойлайтын, қашан мен өзімнің кроватьті үстін просто жинамай-ақ жай жаба салатынмын деп. Сондай бір ойларым болатын. Сосын біздің ақшамыз... Балам будильник шырылдап жатыр. Қазір бір секунд. Содан кейін мен біздің ақшамыз сол 3 бөлмелі квартираларға жетпей қалды. Тек қана 2 бөлмеге жетіп тұрды. Біз ұзақ іздедік, 3 айдан артық уақыт іздедік квартираны. Содан неше түрлі квартираларды көрдік, ұнағандары өте аз болды. Өйткені көбі ремонтсыз, өйткені біздің ақшамызда қатты мынандай күшті шикарный квартираға жетпейді, жай қарапайым квартираларға жететін болды да. Сосын біз Көктем ауданынан, Көктем 13 деген үйден біз бір квартираны таптық. 2-ші этажда, ортасында, сонда бір күшті болды да. И бізге қатты ұнады сол квартира. Содан кейін біз сол квартираны алмақшы болып, соған шешім қабылдадық. Жолдасым айтты, мен ладно, жарайды. Енді 3 бөлмелі бізге бұйырмайын деп тұрған шығар. Енді 2 комнаталыны ала берейік. Енді шешім қабылдағаннан кейін жүре береміз бе? Общежитияда, давай мына 2 комнатаны алайық деп. Сол кезде негізі мен сол уақыттан 1 жыл бұрын мен ана комнатамды өзімнің сатып жіберген болатынмын. Сатып жіберіп, біз өзіміз сол комнатаны снимать етіп тұрған болатынбыз. Сол уақытта. Сосын мен жолдасым айтты, мені снимать етіп жүре береміз бе? Өзіміздің комнатамызды деп. Сосын біз алдық та сол 2 бөлмелі пәтерді ала берейік деп шешімге келдік. Енді 3 бөлмелі болмайтын болғасын істейік дедік та, солай келдік. И суббота күні біз оларға барып задаток бергіміз келді, бірақ олар бізден задаток алмады, иә? Задаток алмады да, біз сосын жақсы дүйсенбі күні банкке барамыз деп келісіп кеттік. Сол кезде ол апрель айының басы болатын. Солай біз келісіп кеттік те, дүйсенбі күні енді банкке баратын уақытта ол кісі бізге хабарласты. Жоқ, біз сатпайтын болдық, передумали деп бізге отказ берді. Сосын біздің бүкіл жоспарымыз бұзылды әрине. Мен басында ашуландым, қалай деп, біз енді 3 ай бойы ол үйді іздедік қой. Енді болды, енді осыны аламыз деген кезде біздің ойымыз тағы да орындалмай қалды. Кешіріп тұрайын. Сосын мен өзім сосындай ой келді, яғни не болса да все к лучшему деген, иә? Бізде ой бар ғой сондай. Соған өзімді настроить еттім, все к лучшему деп. Содан кейін
мен екінші күні, сол дүйсенбі күні болды. Екінші күні сол өзіміз тұрып жатқан общежитияның маңайынан бір 3 бөлмелі пәтерді бір кіммен айтыңызшы, анау риэлторлармен келіп көрмекші болдым. 3 бөлмелі пәтер 4-ші этажда деді. Сосын риэлторлармен келгенде білесіздер, иә, олар квартира номерін, қай подъезд екенін айтпайды. Тек қана сол 3 бөлмелі екен, сол 4-ші этажда екенін білемін. Кешірім сұраймын, тамағым ауырып жүрген басылған жоқ әлі. Содан біз келдік. Біз дегенде мен өзім келдім, мен өзімнің бір методым бойынша мен үй қарағанда риэлтордан бұрын келемін да, сосын сол жерде маңайындағы адамдардан сұрап алатын, мынау үй қандай, жылы ма, суық па деген сияқты, сондай бір сұрақтарымды қойып сұрап алатын, кішкене зерттеп аламын да сол үй туралы. Содан кейін мен келіп қарастырдым, сол адамдар жақсы үй деді барлығы. Сосын бірақ қай үй сатылып жатқанын әрине білген жоқ ешкім. Мен біреулерден сұрадым, қай үй сатылып жатыр деп. Бірақ ешкім білген жоқ. Содан кейін бір кісі маған айтты, кіріңіз да тарсылдатып сұрай беріңіз işte. Мен айтам, сол кезде мен енді қатты наглая болған емеспін ол кезде, кадр ғой, біз уже ашылып кәдімгідей уже кіріп кете беретінбіз. Сосын мен ұялып сол кезде тұрдым, подъезда жоқ, қалай ұят қой деп, қалай мен тарсылдатып сұраймын деп. Сосын бірақ та сосын анау риэлторға звондасам, ол айтады, мен әлі офистамын, хотя біздің уже уақытымыз кездесеміз деген уақыт болып қалды да. Сосын мен ол кісіні күтпей тұрдым да, сосын ойладым, қойшы жарайды, кіріп не болса да тарсылдатып сұрай берейін дедім да. Сол тұрған подъезден 4-ші этажға көтерілдім. Білем ғой 4-ші этаж екен. 4-ші этажға көтерілдім да, қараймын 3 есік тұр. 3 есік тұр, біреуінің сыртында 35 деген номер жазылып тұр екен. Сосын ойладым, анау бізге отказ берген үйдің номері тоже 35 болған болатын, квартираның номері. Сосын ойладым, осы 35-ке звондап көрейінші дедім да, сол 35-ші номерді тарсылдаттым. Сосын тарсылдаттым да, ана кісіге айтамын, квартира сатпайсыз ба деп, бір үлкен кісі ашты есікті, қазақтың кісісі. Сосын я сатам деді. Сөйтіп мен өзім кәдімгідей шокта болдым ғой, өйткені былай қарап тұрсаңыздар, мен 35 деген номер менің алдында алам деген үйдің номері болды, иә? Ол үйдің жалпы квартираның номері, ал жалпы үйдің номері 13 болды, көктем 13. Ал қазіргі менің алған үйімнің номері 93. Көрдіңіздер, қандай сәйкестік? 93, 35, иә, 13, 35. Сосын ана кісі кірдім, кіргенде маған үйдің аурасы сразу ұнады. 3 бөлмелі, мен уже түсіндім, бұл үй менікі екенін. Мен риэлторға келмей-ақ қойыңыз деп отказ бердім. Енді оның услугасы сол кезде 200 мың теңге болатын. Яғни мен уже өзім тауып алдым да, квартираны кіріп өзім тауып алдым. Сөйтіп біз осы 3 бөлмелі квартирамызды алып, көшкеннен кейін мен сол кухняда отырып, сол туған туысқандарым көбі білген жоқ, біз үй алып жатқанымызды. Сол кезде мен отырып барлығынан сүйінші сұрадым. Дәл мен қалай ойладым, визуализация жасадым, дәл солай орындалды. Прямо тура солай орындалды. Ас үйде отырып, мен барлығынан сүйінші сұрадым. Бұл өте керемет. Өзім айтқан кезде сондай бір керемет сезіммен айтамын, өйткені өмірде айтады ғой, кездейсоқтық деген жоқ, тек қана сәйкестік деген болады, үйлесімділік деген болады. Көрдіңіздер ме, менің көп жылдар бойы ойлап жүрген 3 бөлмелі пәтер деп ойлап жүрдім ғой, көп жылдардан бері. Балаларымның бөлмесі бөлек болсын деп. Сол кезде сол ойлап жүрген ойларым, Алла тағала өзі былай маған әкелді. Мен өзім осылай анализ жасадым. 2 бөлмелі алайын деп тұрған жерімнен олар бізге отказ беріп, егер 2 бөлмелі ғана алсам мен сол кезде, онда балаларым бөлмесі болмас еді, иә? 2 бөлме алайын деп тұрған жерінен олар бізге отказ беріп, мен 2-ші күні мысалға өзімнің сол суммасы да біз аламыз деген сол 2 бөлмелінің суммасымен бірдей болды. Бұл үйдің суммасы да. Сол өзімнің қалаған суммамда еще артық ешқандай ақша салмай-ақ. Өзімнің қалаған 3 бөлмелі пәтерімде мен осылай қолыма алдым.
ол мүмкін қыздар барлығында болады. Айтамын ғой, мен кешегі армандарды жазу туралы да айтқанда, шағыммен бізге біліп тұрудың қажеті жоқ қалай орындалатынын. Көрдіңіздер ме, алла тағала маған өзі сол арманымдағы 3 бөлмелі пәтеріме өзі мені итеріп әкелді. И былай айтсақ, кинода болса айтамыз ғой, ой, қазір анау сол есікті барып тарсылдатады, и ол соған совпадает деп. Ондай мысалға кездейсоқтық деген жоқ. Мен келдім да тарсылдатқан есігім, бірінші тарсылдатқан есігім, мен сол үйге түстім. Көрдіңіздер ме? Бұл өмірдегі, мен өзім айтар едім, алла тағаланың осы бізге былай әкеп берген өзінің жолы, бізге солай істесін деп. Сол өзі солай салып тұр барлығын. Яғни біз арманымызды ойлаған кезде шағын ойламаймыз, ешқандай шағын ойламаймыз, ең түпкі нәтижені ғана ойлаймыз, қалай болғанын. Сол кезде міне мен 3 бөлмелі алам дедім, сол бөлмені алдым. Содан кейін бұл жағдайда мен осылай мен визуализация жасадым деп, әрине мен таныстарыма барлығын айтатынмын сол кезде. И менің өзімнің бірге оқыған одноклассницам бір құрбым бар, сол қыз айтады, күшті екен, давай мен де соны істеп көрейінші деп, осы визуализацияны деп. Ол да осы дәл мен сияқты кухняда отырып туыстарына сүйінші сұрадым деп солай визуализация жасаған екен. Оның арманы да былтыр орындалды. Ол маған өзінің кухнясында отырып хабарласты: Әсемгүл, мен міне өзімнің кухнямда отырып сенен сүйінші сұрап жатырмын, үй алдым деп, өзінің сол сен айтқандай, дәл сен айтқандай орындалды деп маған солай сүйінші сұрап хабарласқан болатын. Сондықтан ешқашан визуализация жасауға ерінбеңіздер. Уақыттарыңыз табылады оған уақыт. Таңертең жасаңыз, немесе ұйықтар алдында жасаңыз, барлығы ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең бастысы мына біздің миымызға соны сендіру керекпіз. Бұндай техникаларды жасаудың, егер мысалға біреу айтса сізге, мен осыны жасадым, осылай көмектесті десе, міндетті түрде жасап көріңіздер. Олар сіздерде де болады. Өйткені ол адамдар оның істелінгенін, солай көмектесетінін көріп тұр, біліп тұр. Бұның барлығы ойдан шығарылған дүние емес, ешқандай. Мен сіздерге айттым ғой, мынау секрет фильмде түрлі техниканы қолдандым деп. Шын мәнінде мен барлығын қолдандым, ол жердегі техникалардың. Сурет салу деген ма, сол сурет салу туралы айтылады ғой, сурет салдым. Жапсыр дедім ма, суреттерді жапсырдым. Барлығын істедім. Сондықтан, егер сіз арманыңыз сондай орындалсын десеңіз, соған қарай әрекет етіңіз. Міндетті түрде ерінбеңіз, күнделікті әрекет етуді жалғастыра беріңіз. Сіз оны өзіңізге қарай тартасыз. Міндетті түрде ол солай тартылады. Даже мен өзім осы үй алғандағы цифрларына дейін айтып тұрмын ғой сіздерге. Цифрларына дейін совпадать етіп тұр ғой, 35 деп, 93, 13 деп ұқсап тұр да бір-бірлеріне. Сондықтан ол алла тағала бізге өзі сол сәйкестікті келтіреді. Біз соны тартамыз энергиямызбен өзіміздің. Енді сіздерге бүгінгі тапсырма, сіздерге берілетін өзіңіздің ең бір қалаулы арманыңызды алып, соған ең конечный, ең түпкілікті, бітті міне орындалған, кешірім сұраймын, экраным көрінбей қалды, орындалған сәттегі бір сәтті, орындалған сәтті аласыз да, соны өзіңізге, миыңызға бекітесіз. Күнде сол бір сәтті елестетіп отырасыз. Күнде. Кейде ұмытып кеткен сәттерде болатын шығар, болады ондайлар. Сондықтан кез келген жерде оны істеуге болады. Машинада кетіп бара жатсыз ба, автобуста кетіп бара жатсыз ба, барлық жерде істеуге болады оны. Көзіңізді сәл жұмасыз да, көз алдыңызға елестетесіз. Ең бастысы сезіну. Сол бір сәтті прям өзіңіз сезініп, тіпті күліп қойсаңыз да болады, өзіңіз қуанып, егер қасыңызда ешкім болмаса, ура деп осылай айғайлап қойсаңыз да болады, секіріп алсаңыз да болады. Сол бір сәтте сіз қалай қуанып жатасыз, сол бір сәтті елестетіңіздер. Міндетті түрде осы сіздерге тапсырма. Егер сіз 2 арманды, 3 арманды осылай елестеткім келеді десеңіздер, шектеу жоқ. Ешқандай шектеу қойылмайды. Сіз 10 арманыңызды елестетесіз, оның барлығы сіздің өзіңіздің уақытыңызға байланысты. Уақытым бар, мен уақыт табамын десеңіз, 10 арманыңызда елестетіңіз. Бір сәтте барлығын елестетпеңіз. Мысалы, біреуін таңертең елестетіңіз. Сосын түске қарай екіншісін елестетіңіз, солай уақыт өзінің аралығына бір аралық беріңіз. Өйткені сіз сезінген кезде, сіз бірінші бір
арманыңызға сезінесіз, сезіміңізді білдіресіз. Сосын екіншіден екінші арманыңызға сезіміңізді білдіресіз. Сондықтан шектеу ешқашан қоймаңыздар. Мына бір арманды ғана ойлау керек ау деген сияқты, немесе екі арман мен ғана қояйын деген шектеу қоймаңыздар. Кеше мен сіздерге айттым ғой, бір арман 5000 арманы бар. 5000 арман жазыпты дегенде менде шок болған. 5000 арман не жазуға болады деген сияқты. Сондықтан арманға ешқандай шектеу қоймаңыздар. Сіздердің де 5000 армандарыңыз болсын. Біреу орындалса екіншісі шығады. Міндетті түрде ол, өйткені өмір, біз армансыз өмір сүре алмаймыз. Егер арманымыз болмаған кезде біздің өміріміздің мәні де жоғалып кететін сияқты. Шын мәнінде жоғалып кететін шығар. Енді ондай болып көрген емес, армансыз күніміз. Күнде армандаймыз, күнде сезінеміз, күнде сол бір арманымызға жетуге ұмтыламыз. Осы жасап жатқан әрекеттеріміздің барлығы сол біздің армандарымыз үшін. Шын мәнінде табысты болғымыз келеді, жаңа бір басқа бір ортада өмір сүргіміз келеді, кез келген адам сондайды қалайды деп ойлаймын. Өйткені бұл біздің қазіргі тұрып жатқанымыз, мысалы менің 3 бөлмелі пәтерде тұрып жатқаным уже норма болып қалды да менде. Норма. Енді мен ол зона комфортада отырмын уже. Өзіме ыңғайлы, барлығы мектеп жақын, балабақша жақын, зона комфортада отырмын. Енді ол зона комфортаны бұзу керек. Яғни біз әрі қарай масштабқа шығу үшін, әрі қарай өзіміздің мүмкіндігімізді қандай не істей алатынымызды көру үшін, қорықпай осы масштабта шығу үшін шығу керек біз зонадан, отырған жерімізден. Яғни біз үйреніп қалған адамдар, көп адамдар кейде бір орында отыра береді ғой. Сол кезде мен өзім кейде таң қаламын. Уақыт деген ол бізге 2-3 рет берілмейді. Кеше айттым, біздің уақытымыз бір-ақ рет беріледі. Осы уақыт аралығында мүмкіндігінше көріп, ел көріп, жер көріп, басқа орта көріп, мысалға бай болып та көрейік. Енді орташа тұрып көрдік, енді кедей болған жоқпыз, Аллаға шүкір, біз кедей болдым деп айтпаймын мен. Өйткені мен үнемі ақша болады бізде, Аллаға шүкір, қарыздарым да жоқ, менің ешкімнен қарыз да сұрамаймын. Яғни мен сондай бір жақсы өмірде сүріп жатырмын, бірақ мен одан да жоғары көтергім келеді. Өзіміз одан да жоғары көтерілгім келеді. Яғни адамдарға көмектескім келеді. Мысалға, біз әлгі қайырымдылық дейді ғой, байлар қайырымдылық қорларын ақша лақтырады деп. Біз күнделікті берген садақамыз ол өте аз, мысалы 100 теңгеден, 200 теңгеден береміз. Ал мен адамдарға одан да көп суммада көмектескім келеді. Мысалға 500 мың неге бермеске, бір адамдарға көмек ретінде, миллион неге бермеске. Яғни бай адамдар, көп адамдар ойлады, олар жадный адамдар деп. Жоқ, шын мәнінде бай адамдар, олар өте мейірімді адамдар. Олардың кедейлердің өздері ойлайды, ой, мен байықсам берем деп біреуге, өздерінде жоқ нәрселерді. Ал бай адамдар өздерінде болса да, болмаса да олар беру, адамға беру керекпіз. Сол кезде ғана бізге ол бірнеше еселеп қайтып келеді. Сондықтан сіздер де өздеріңіздің зона комфорталарыңыздан шығуға ұмтылыңыздар. Тек қана бір зона комфортада отырып қана қою бізге шектеу келтіреді. Біз уақытымыз өтіп жатыр, өміріміз өтіп жатыр. Неге бізге де сондай табысқа жетпеске, неге сондай бір шикарный өмірді сүрмеске бізге де, соның дәмін татып көрмеске неге? Мысалға біз Дубайға барған кезде, Дубайда көрініп тұрды сондай шикарный өмір бар екені. Өйткені анау жасап қойған үйлердің барлығы әдемі ғой, әдемі. Яғни оның іші де әрине әдемі. Сондай әдемі үйлердің іші. Онда тұрып сол жерде сезініп көруге болады. Мен жолдасыма айтам қазір, өткенде айтып жатырмын, қашан біз Дубайға барып, тым болмаса бір ай тұрып келеміз деп. Жай ғана былай демалысқа емес, бір ай прям тұрып, сол жерде бір үйін снимать етіп, квартира ма бола ма, үй бола ма, сол жерде бір ай тұрып сезініп келейікші деп. Сол сияқты сіздердің де армандарыңыз болсын. Бір орында отырып қалмайық, үнемі дамыған қазақтың қыз-келіншектері көп болсын. Сол мақсатта менің осы тұрайық, жүрейік, істейік деп осы марафонды ұйымдастырып жатқанның мақсаты да осы болатын, сіздерге айту, барлығын жеткізу. Яғни барлығы бұл менің айтқанымды естімеуі мүмкін. Тым болмаса 2-3 адам естісе, сол маған жеткілікті. Яғни мен 2-3 адамға көмектестім деген сөз. Оларға ой салдым деген сөз. Жақсы, күндеріңіз сәтті болсын. Енді мен сіздермен қоштасамын. Бүгінгі күнмен YouTube каналыма салып қоямын. Үй тапсырмаларын міндетті түрде орындаңыздар. Барлығын бірде-бір әрекет етіңіздер. Ерінбеңіздер, жалқаулыққа салынбаңыздар. Егер солай ерініп қалған жағдайларыңыз болса, өздеріңізді бірден жинап алуға
болды, отырмаймын енді мен деп өздеріңізді бірден жинап алыңыздар, әрекет етіңіздер. Күндеріңіз берекелі болсын. Бар арман мақсаттарымыз орындалып, табысты, бай, ауқатты адамдардың қатарынан табылайық. Кездескенше мен записьті тоқтатайын.